Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бикеш саусақтары тортын дайындаймыз. Ол үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Қазақша каналының дамуына үлесіңізді қосыңыз. Ең алдымен отымызға суымызды қайнатып алып, үстіне шым-шым тұз қосып, сары майымызды қосып, және де ұнды аз-аздан салып отырып, араластырып аламыз. Ұнымыз қою болып кетеді, сол себепте араластырып отырған жөн. Біздің қамырымыз ыстықтай болып тұр, оны суытуға қойып қоямыз. Енді суыған қамырымыздың үстінен жұмыртқаны бір-бірден салып отырамыз. Жұмыртқаны бірдестен көп салмаңыздар, бір-бірден аз салып отыру қажет. Егер массаңыз тым қою болып бара жатса, тағы да жұмыртқа қосуға болады. Миксермен біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай қоюлықта болды. Енді арнайы кондитерлік дүкеннен осындай насатканы алдым, және де мешокқа саламыз. Егер сіздерде мешок немесе насатка болмаса, қасықпен салуға да болады. Енді противеньге пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазымен де покландікі асты жабыспайды. Насатканың көмегімен сәндеп әсемдеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минут 40 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Бізге салқын 33% сливке қажет. Оны қою болғанша миксерлеп аламыз. Менде бұл жерде сахарная пудра және де сгущенка қосқаным түсірілмей қалған. Және де қаймақ қостым. Егер сіздерде сливке болмаса, қаймақ пен сгущенка қосып істесеңіздер де болады. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді суыған профитроллиларымызды кремге ауната отырып, тарелкамызге жайғастырып шығамыз. Дайын болған тортымыздың үстін шоколадпен сәндеп, кез келген жемістермен сәндеп ұсынсаңыздар болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады, және де дастарханыңыздың сәнін ашатын өте дәмді торт. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер.